Ол жастайынан тау-кен инженері болуды армандаған. Қонаев басқа үйге көшкенде пәтерін өзінің кадрлық саясатын қатты сынап жүрген жазушы Әлжаппар Әбішевке сыйға тартып кеткен. Ұлт қайраткері, тұңғыш қазақ инженері Мұхамеджан Тынышбаевты бала күнінен ерекше құрмет тұтқан. Дінмұхамед Қонаев ұзақ жыл қызметтен кейін зейнетке шыққан шағында визитка жасатқан екен. Ол кішкене төртбұрышты қағазға аты жөні мен тау-кен инженері екенін ғана жаздырған. Министрлер кеңесінің төрағасы болғанда Қонаев академик атағы үшін өзіне төленетін 340 сом шамасындағы ақыдан бас тартқан. Бұл ақшаны ол балалар мен жас ғалымдарға көмектесу мақсатында жұмсауға бұйырды. Тіпті КСР бірінші хатшысына да телефонмен дауыс көтеріп сөйлеуге рұқсат берілмеген. 60 жылдардың басында Хрущевтің өктемдігінен Өзбекстанға беріліп кеткен қазақ жерінің біраз бөлігін Қонаев қайтарып алған. Қонаев өте қарапайым, жұмысқа жаяу баратын, күзетшісіз жүретін ел басшысы болған. Ел басқарған тұста журналистермен кездесуге шектеу қойған. Мысалы, Қонаевтан сұхбат ала алмай кеткен тілшілердің қатарында BBC, Washington Post сынды ақпарат құралдарының өкілдері бар. Байырғы ата-бабасындай аңшылыққа қызыққан ол қарапайым 200 шаршы метр үйде тұрған. Тіпті Брежнев келіп, үйін аралап, барың осы ма деп таң қалған екен.